Вакциналау инфекциялық аурудың алдын алып, адам өмірін сақтап қалудың қауіпсіз және тиімді әдісі. Вакцина алсақ, біз өзімізді ғана емес, сонымен қатар айналамыздағы адамдарды COVID-19 жұқпалы індетін жұқтырудан қорғаймыз. Вакциналау ең алдымен қоғам алдындағы жауапкершілік болуы керек. Болашағымыздың жарқын болып, адамзаттың қауіпті індетке қарсы тұру үшін вакцина алғаны дұрыс. Әлемде болып жатқан індет білім жүйесіне де жаңа өзгерістер алып келген болатын. Біздің мемлекетіміз де осы өзгерістерді алғашқылардың бірі болып, бастан өткеріп, білім алушылар қашықтықтан білім беру жүйесінде оқып шықты. Биылғы жылы еліміздегі білім беру саласы дәстүрлі оқу форматына көшуге дайындық үстінде. Осыған орай, жаңа оқу жылын дәстүрлі оқыту форматында бастағалы тұрған біздер үшін де вакцина алудың маңызы өте зор деп білеміз.